Сахнаның сәнін келтіріп жүрген талай сұлу жалғыздықпен қоштасты. Ол мысалға 30-дан асқан сылқымдар теңдерін тапты. Кәмшат Жолдыбаева бар арасында, Ерке Есмахан, Гүлбахрам Ахат қызы, Жанар Дұғалова деген сияқты. Сұлулардың шешімін біреуі сынады, біреуі керісінше қолдады. Айжан ханым, мына өнердегі өзіңіздің өкшеңізді қуып кете жатқан сіңірлеріңіздің таңдауын сіз қалай қарайсыз таңдауына? Негіз сіздің ойыңызша қалай, махаббат жасқа қарай ма? Қарамайды әрине. Ол деген күз болсын, жаз болсын, қыс болсын, жасы неше деген оны қарамайды ғой. Енді келді, енді қарсы алу керек оны. Қай жаста болса да. 40-тан асты ма, 50-ден асты ма, енді махаббат. Жоқ, енді халық қанша дегенмен сынап жатады. Біреулер айтады, ойбай, қазір бұл да бір сәнге айналып бара жатыр. Мына қыздар жас балалардың басын айналдырып, біреулер айтады, дұрыс, келген махаббатты ұстап қалу керек. Өмірде деген неше түрлі жағдай болады. Өзін теңін тапқаннан кейін жасына қарамау керек дейді. Бірақ сонда да күдік басым бізде. Менің түсінгенім қыздар, осы дастарханда баршаңызға қарағанда, жастарыңызға қарағанда ең үлкен бәйбіше болып мен отырмын. Халықтан, жұрттан менің естігенім, әншілер де сөйтіп айтады. Осы сахнада, қазақ эстрадының сахнасында жүрген тек қана Айжанның маңдайы ашылған бір байымен 30-дан астам, 20-дан астам, ал енді биыл міне қарасам 37 жыл екені. Біргесіздер. Бірге. Бізде не болатын олар білмейді ғой. Ұрсып жүреміз ба, бір-бірімізді төбелесеміз ба, олар білмейді ғой. Ал бірақ қасымызда енді жұрттың алдында бүйтіп жүреміз ғой. Ойбай, жолдасым мені әкеледі, мына қоя салады, сосын мені алып кетеді. Ол деген көздің алдында сол, бір история, бір тарихты айтайын. Александр Васильев деген историк моды, сол Мәскеуде, Ресейде, Парижде болатын керемет азамат. Досы бар, әйел досы бар екен. Сонда Парижде отыр, туған күнінде. Сонда анау әйел 83-ке келген, 85-ке келген, бүйтіп отыр дейді. Сашенька, мне кажется, я начала стареть деп сөйтіп айтыпты. Біздің қыздар қалай? 40-қа келгенде мен кәртайдым деп сөйтіп айтады ғой. Ол дұрыс емес қыздар. 30-ға келгенде кәрі қыз деп сөйтіп айтады. Ең қызығы Александр Васильев сол әйелге сұрақ қойыпты. Скажите, дорогая, а в каком возрасте у женщины пропадает интерес к сексу или уже не интересует секс дегенде анау айтыпты, Сашенька, спросите кого-нибудь постарше деп. Сөйтіп айтқаны. Демек, мен әлі жаспын дегені ғой. Мен әлі жаспын. Осындай әңгімелерге қарағанда қыздар ешқашан қартаймайды. 80-ге келсе де, ал енді қасында жалғыз болуға ол дұрыс емес қой. Мен айтайын деп отырғаным, мысалы бізде ер азаматтар өзінен 2, 3, 4 мүшел жас қыздарға үйленіп жатады. Біз оны кәдімгідей қабылдаймыз, ешкім ештеңе айтпайды. Ал біздің қыздар өзінен 3 жас, 5 жас үлкен бір жігітке тұрмысқа шығып жатса, енді бәрі былай болып кетеді ғой. Анау масқы 10 жас болса, ол енді деген қайғы қасірет. Осы тұрғыда біздің психолог ханым осы сұрақтың жауабын қалай береді екенсіз? Менің жеке психолог ретінде көзқарасым ешқандай айырмашылығы жоқ ода тұрған. Ең бақытты болса, өзінің таңдауы болса, одан кейін ол бірнеше адамға емес, ол өмірінде кездесетін бір ғана махаббат болады ғой, соған жолықса, сол бір-ақ рет өмір сүреміз ғой, ол шансты жібермеу керек. Мен Айжан ханымның айтқанын айтқым келіп отыр да. Маған ер азаматтар келеді, орта жастан асқан ер азаматтар келген кезде, олар керісінше шағымданады әйелдеріне. Әйеліме сонда екі адамның арасындағы жақын қарым-қатынас қызық болмай қалды. Мен жас тоқал алғым келеді, немесе бір жас қыз іздеп жүрмін деген сияқты әңгімелерді естимін да. Сол жерде қараңыз, 80 жасқа келген әйел менен үлкенірек адамнан сұрашы деп отыр. Ал басқа елдер неге солай істемейді? Өздерін тастап жібереді ғой, қарамайды өздеріне. Күйеуге тидім, бала тудым, болды, менің қасымнан жаңа күйеуім жаққа кетпейді деп ойлайды. Жас қыз демекші, осы тұста блогер Ақжарқыннан сұрағым келіп отыр. Ақжарқын, сен өзің қалай ойлайсың? Сен үшін жас мөлшері маңызды ма? Менің ойымша маңызды емес. Себебі біз бір бағдарламада жүрген кезде өзінен жасы кіші жігітпен кездескен едің. Және тұрмыс құрмақшы болдың онымен бірге. Яша ханым есімде, осыдан бірнеше жыл бұрын өзімнен бір жас кіші ер азаматпен
бір серьезный отношение бастайын ба деген ой болған. Енді былайша айтқанда ол азамат менің талғамымда емес. Бірақ ол кезде менің жасым 28-де болған. Өзімнің бір ішімдегі мысымды сындырайыншы, мен өзімнің көкірегіме нан пісіп кеткен шығар. Қарапайым жігітпен көрейін деп қарым-қатынасты құрдым, бірақ халық мені жеді. Сен кәрі қақпас, түрің деген қартайып. Бір жасқа бола мен жерден алып жерге салып. Мен ойлаймын, мен ол жерде түрімізде жақсы көрінді, ондай бір ешқандай көрінбейміз. Мен мысалы өзім жасым 33-те, бірақ маған көрген адам жас береді. Өте 33-ке ұқсамайсыз дейді. Енді ол комплимент қой бір жағынан. Содан кейін мен енді ара қатынасымыз дұрыс болған жоқ, ол бір жас енді мәселе болған жоқ маған, басқа мәселе болды, характерімізде келмеді, екеуміздің мінезіміз келген жоқ. Құралай ханым, айттыңыз, сіз махаббат болу керек, яғни кез келген жаста махаббат бола береді. Сендерде махаббат болды ғой. Енді мен өзімді сындырдым, Аша ханым, махаббат бір сезімдер былай ашылды, бірақ оның характерінен бір кейбір сөздерінен әлгі сезім сөніп қалды. Бірақ ойлағам жақсы ара қатынас болды. Бірақ содан кейін мен жігіттердің жасына қарамайтын болдым. Одан кейін маған 9 жас кіші жігіт сөз салған кез болды. 8 жас, 5 жас. Мен өзімді одан ары бір ерекше сезініп кеттім да сондай жағдайдан кейін.